Ассалаумағалейкум ардақты ағайын. Ақжайық арнасында Ғибрат бағдарламасы. Бүгінгі Ғибратқа арқау отқан тақырып мына бос уақытты қалай өткізу, осы уақыт төңірегінде болады әңгімеміз. Ендеше студия қонағымен таныс болыңыздар. Батыс Қазақстан облысы орталық мешітінің жастар ісі жөніндегі жетекшісі Дүйсенәлі Бейімбет Жамбылұлы. Бейімбет мырза, студиямызға қош келдіңіз. Мына сізді қонаққа шақырып атқан бір себебі енді жаңа тақырыпты төңірегінде талқылау. Оның үстінен өзіңіз осы жастармен көп жұмыс жасайсыз. Мына жас студенттермен, сонымен қатар оның үстіне жаңа жоғарыда айтқандай осы мешіттің тікелей жастар ісіне жауапты өзіңіз осы облыста. Енді қазіргі таңда енді кез келген уақытта да бос уақытты тиімді пайдалану өзекті ғой. Оған ешкімнің дауы жоқ. Бірақ мынандай қазіргі таңда мынау карантин болып, неше түрлі жағдай орын алып жатқанда адамдардың көпшіліктің үйінде қолы бос, қазір сондай жағдай. Сол осы бос уақыт деген жалпы мәселеге соны кеңірек түсіндіріп, осы көрермендерімізге бір пайдасы тиер. Осы жалпы уақыт деген нәрсеге тоқталайықшы. Осы уақытты ислам дінімен бір байланыстырып талқылап көрейік. Уақыт деген не жалпы? Осы жөнінде адамның өмірінде қаншалықты маңызы бар? Енді түсінікті, адамның өмірі осы уақыттан тұратын. Ол адамға сол Құдай тағала күніне 24 сағат уақыт берсе, жылда өзі белгілі уақыт бар. Кейін адамның өзі де 60-70 жыл өмір сүрсе де, осы уақытпен тікелей байланысты. Енді әрине біз жазмыштан озмыш жоқ деп айтып жатамыз. Адамға маңдайына жазылған өмірі сүреді адам. 100 жыл болсын, 90 жыл болсын, 70 жыл, 40 жыл. Бірақ мәселе сол өмірді қалай болса солай сүру емес, соны мәнді де мағыналы қылып сүру. Сол өмірді жай арақ ішіп, болмаса тиімсіз нәрселермен өткізіп жіберуге де болады. Немесе сол өміріңізді 40 жыл болсын, 30 жыл болсын, қысқа өмірді өте мәнді мағыналы өткізетін болса адам, соны өмір бойы ұрпақтан ұрпаққа сол үлгі болып қалып кетуге әбден себеп болуы мүмкін. Сол осы уақыттың маңыздылығы жөнінде тоқталып кетсеңіз. Рахмет сізге, Мақсат Аралбайұлы. Жалпы пайғамбарымыздың хадисімен бастасақ, адам баласы екі нәрсенің қадірін түсіне бермейді. Бірі денсаулық болса, екіншісі уақыт. Жаңа төтенше жағдай кезінде, мына пандемия кезінде денсаулық саласы өте қатты көтерілді ғой мәселе. Соның ішінде адам баласы жаңағы өзінің уақытын тиімді өткізуге, пайдалануға өте бір мүмкіндік еді. Негізін ақылды адамға бір бос уақыт деген ұғым болмау керек деп есептеймін. Өйткені адамның уақыты жоспарлану керек қой. Себебі адам баласы, Руми деген кісі айтады, бала тәттіні қалайды, адам ақылды адам өзінің уақытын тиімді өткенін қалайды дейді. Сондықтан да адам баласы қашанда жаңа қысқа ғұмыр, жалған дүние, фәни өмір, яғни қамшының сабындай қысқа ғұмыр деген осы өмірді әрбір уақытын, күнін, жылын, яғни бір-біріне ұқсамайтындай тиімде өткізуге жоспарлайды ғой. Өйткені пайғамбарымыздың хадисі бар, адам баласының бір күні екінші күніне ұқсаса ұтылады дейді. Сондықтан да мұсылман адам қашанда ұтуға тырысу керек, яғни бір күні екінші күніне ұқсамай, яғни әрбір күнінде дамып алға қарай баса берсе, ол жетістікке жетеді. Адам баласы бір нәрсеге қаласа, тек қана оған әрекет етсе ғана жетеді. Біз көбіне жоспарлаймыз, армандаймыз, қиялдаймыз, және ол сол жерде қалады. Өйткені адам баласы ұмытшақ болғаннан кейін қандай да бір алға мақсат қойса, ол бәрібір ол мақсаты бір күн болсын, бір күн ұмытылады. Сондықтан да адамға мүмкіндік берілді ме, уақыты бар екенін білді ме, тек қана әрекетке көшу керек. Өйткені әрекет еткен адам ғана жетістікке жетеді. Ал ойлаған, армандаған, мақсат қылған адам емес, тек қана әрекет еткен. Сондықтан да бізге берілген уақыттың барлығы да негізі әрекет ету үшін берілген. Бос уақытында былай істеймін, бос уақытында солай істеймін деген нәрсе, ол өзінің уақытын басқара алмаған адамдарға айтқан сөз деп есептеймін. Себебі адам баласы егер өзінің уақытын басқара алмаса, ол басқа еш нәрсені де басқара алмайды. Отбасында басқара алмайды, жаңағы қызметте де, ұжымда да басқара алмайды. Сондықтан да адам баласы бірінші өзінің уақытын басқарып үйренуі керек. Сонымен қатар енді дінмен байланыстырып айтатын болсақ, Аллах тағала осы уақытқа қатысты көп
аятта келтірілген жалпы уақыттың әрбір атауларын айтқан, онымен серт берген: әл-фәжр, әл-ғиша, әл-аср, әд-дәһр, заман, уақыт деген секілді осы жаңағы Құранда келген атаулар, кешкі уақыт, таңғы уақыт, кейбір уақыттармен Аллах Тағала ант етеді қай кезде, егер ол маңызды болса. Сондықтан да біздің уақытымыз өте маңызды. Және де Құранда Аллах Тағала намазды әр өз уақытында парыз етілді деп келеді. Яғни намаздың өзі де осы әр уақытта басқарылудың өзі біздің өміріміздің, яғни күнімізді жоспарлаудың өзіне біздің жаңағы күнделікті орындайтын 5 уақыт намазының өзі тиімді келтірілген екен. Сондықтан да жаңа басында айтқан хадисіміз, адам баласы екі нәрсенің қадірін біле бермейді. Соның бірі уақыт. Сол уақытқа әрбір жұмыс жасасақ қана біз бақытты боламыз және екі дүниенің бақытына жетеміз деп есептеймін. Ғибрат мырза, өте жақсы айтып отырсыз. Енді бұл түсінікті, жаңағы уақыттың маңыздылығы, бұның енді біздің көптеген көрермен де біледі ғой, жаңағыдай. Кейін ол адамның өзінің уақытын басқаруы, енді өз-өзін басқаруы ғой, бұл айтқанда. Адам шынында дұрыс айтасыз, егер адам өз-өзін уақытын, өзін бұл айтқанда дұрыс басқарамаса, ол біреуді қалай басқарады енді. Енді қазіргі таңда мына интернет беттерін оқысаңыз да, мына YouTube бар, басқа да неше түрлі әлеуметтік желілер бар. Мына басып қалсаңыз, осы тайм менеджмент деген, уақытты қалай тиімді пайдалану бәрі көп айтады, бірақ шындап мына іс-әрекетке келгенде көбісі баянды болмай жатады. Барлығы, көбі жастармен кездессеңіз, барлығы білет, оқу керек, даму керек, өзін дамыту керек, уақытын тиімді байлану керек, бірақ көпшілігі де бастайды. Негізі мен байқауым бойынша көпшілігі өзі бастайды іс-әрекет, осы бір жетістікке жетем деген сияқты, бірақ ұзағынан болмай жатады. Сол нақты қандай іс-әрекеттерді жасаған дұрыс, уақытын сол дұрыс пайдалану үшін жаңағыдай бір белгілі бір мақсатты қойып, сол бойынша жұмыс жасау керек пе? Әлде бір сіздің қандай мәселелерді ұсынар едіңіз деймін? Енді тайм менеджмент деген өзі бір әдемі атау ғой. Жалпы былай айтқан кезде ол адамның өзінің уақытын басқаруға арналған тиімді құрал, мүмкіндік, система, жақсы бір жүйе. Енді оны оқып, үйреніп, өзінің өміріне кірістірсе, кез келген адам әрбір сәтінен бір пайда табады. Біз көбіне мысалы бір қанатты сөзі бар: ақша құнды, адам ақшадан да құнды, ал уақыт адамнан да құнды екен да. Негізі ең құнды нәрсе ол уақыт. Біз көбіне бір жылда пәленше тапсақ деп ойлаймыз, бәлки бір айда пәленше мың тапсақ деп ойлаймыз. Бірақ неге біз бір сағатта мынанша тапқымыз келеді деп ойламаймыз да? Мысалы үшін біз көбіне бір ұзақ мерзімге ғана жоспарлаймыз. Ал мен бір сағатта мынанша ақша тапқым келеді, болмаса мен бір сағатта мынанша нәрсеге жеткім келеді деп, яғни қысқа мерзіммен жоспарласақ әрбір істі, біздің ол қысқа мерзімдеріміз ол ұзаққа айналады, яғни нәтижесін береді. Ал біз деген бір жылға қойып қоямыз, ол бір жылда не болатынын білмейміз. Жаңа сөздің басында өзіңіз айтқандай, төтенше жағдай, пандемия кездеп, осы 2020-да жазғы уақытқа қанша адамдар құрылыс бастағысы келді, шетелге барғысы келді, басқа да көптеген кәсіпті жасағысы келді, көптеген шаруалар жоспарлады, бірақ Аллахтың жоспары болды да. Яғни адам баласы ұзақ мерзімге жоспар құрудан алдын қысқа ғана, тіпті жарты сағатына, бір сағатына не істеймін деген нәрсені ұғып алса, адам барлық осы тайм менеджментті ұққаны оның өміріне кірістірген деп білеміз. Енді не істеу керек дегенде, сөзіңізді бөлейін, ол былай айтқанда қазіргі уақытпен өмір сүру керек. Қазіргі уақытпен, иә. Қазіргі, ертеңгі өткен шақ немесе болған шақ емес, адам қазіргі уақытпен өмір сүру керек деп айтқыңыз келіп тұр ғой сонда. Мысалға, күнделік жазу деген бар ғой. Күнделік жазу деген ол адамның армандарының орындалуына жететін құрал деп есептемеймін мен бірінші. Күнделік жазу, ол күнде мынанша нәрсені істеймін деген, ол бір күннің барлық уақытын тиімді өткізу деп түсінеміз. Әмсе бір күнделік бастаса, ол менен енді ана бір арманыма осы нем арқылы жетем, беттерім арқылы, мына істерім арқылы жетем деген сияқты бір алыс мақсатты қояды. Жоқ, бір күнімде қолымнан келгенше тиімді өткізем деген мақсатпен күнделік бастаса, осы тайм менеджмент орындалады. Және бір істедік та, мысалы үшін біреу оқып жатыр, болмаса біреу бір кәсіп бастады, болмаса біреу бір жерде маман болып жұмыс жасайды. Осы тайм менеджментті осыған кірістіретін алдын адам осы бір саласына
өзінің мақсаттарын айқындап алу керек. Кем дегенде бір 50 мақсатын жазу керек деп есептеймін. Тіпті негізі адамдарға мақсатың не десе, бір 5 мақсатын айтып бере алмайды негізі. Жаңағы ақша табу дейді, анау дейді, мынау дейді, айта алмайды. Бірақ біз деген бір нәрсеге жетуіміз үшін кем дегенде 50 нәрсе жаза білуіміз керек, біз бір салаға қатысты. Яғни ойымызды, мысалы үшін ақылымызды жұмыс еткізуіміз керекпіз. Сол кезде адамның өз тайм менеджменті орындалады. Енді осы орайда жаңа тайм менеджмент деп жатырмыз. Тайм менеджмент уақытыңды басқар деген мынандай кітап бар. Шынар Әділова деген ғалымның жазған кітабы өте тиімді. Мына кітапта жаңа біздің шариғатымызбен, исламмен, құранмен, хадиспен, біздің жаңағы мақал ата-бабамыздың қалған жаңағы құндылықтарымен, мақал мәтелдермен, сонымен қатар қазіргі заманауи ғалымдардың, әсіресе батыс ғалымдарының жазған көптеген тайм менеджмент кітаптарын пайдалану арқылы осы шағын мұсылман адамға пайдаланатын бір 200 беттік кітап жазып шығарған. Осының жаңағы біздің қазақтың жаңағы жанына, рухына өте бір орындалуға ыңғайлы тиімді кітап. Осыны оқуға кеңес беремін. Сол кезде бізге жаңағы тайм менеджмент дегенді біздің қазақтың да өміріне тиімді кіріп бастайды деп ойлаймын. Өйткені көптеген жаңағы Питер Друкер дейді, басқа тайм менеджмент деген секілді үлкен кітаптар бар, мысалы үшін Егерман деген сияқты ғалымдардың. Бірақ оны оқисың, енді көбіне олар батыстың ғалымдары болғаннан кейін жаңағы батыс ойлайтын азаматтарға арналғанда көбіне біз енді қазақпыз ғой деген, пендеміз ғой деп өзімізге салынып кетеміз ғой, бізге арналмаған деген сияқты қашамыз ғой. Жоқ, тайм менеджмент бізге де арналған. Оған бізге жаңағы біздің ғалымдарымыз да осындай кітаптарды жазып беріп жатыр. Яғни өмірімізге осыны пайдалануға өте бір мүмкіндік бар деп есептеймін. Бейімбет мырза, енді көп жағдайда мысалы әркім уақытын тиімді пайдаланғысы келеді, бірақ көп мысалы азаматшалар, мысалы отбасында да қарап отырсаңыз, барлығы қазір мына телефонға тәуелді болып қалған, болмаса теледидарға тәуелді болып қалған, болмаса тағы бір бос әрекеттермен айланып жатады. Кейде жаңағыдай қазір адамның уақытын ұрлайтын көп қой, неше түрлі. Мына Instagram, Facebook, әйтеуір бір әлеуметтік желісіне кіріп кетсе, ол қалай да сол 1 сағат, 2 сағаттың өтіп кеткенін білмей қалады. Сол адам өз-өзін былай айтқанда бақылауда ұстау үшін қандай іс-әрекеттерге барған дұрыс? Енді әрбір нәрсенің плюс-минус, яғни жақсы-жаман қырлары бар ғой. Яғни біз пышақпен жаңағы нан кесеміз, өзіміздің пайдалы нәрсемізге жұмсаймыз, сонымен қатар оны қару ретінде пайдаланады адам. Сол сияқты мына телефон және телефонның ішіндегі телефон өзінің әлеуметтік желілермен ғана құнды ғой қазір. Қазір көбіне адам баласы сөйлесу үшін емес, қымбат телефонды ішіндегі жаңағы әртүрлі әлеуметтік желіге, браузерге кіруге алады ғой. Сондықтан да телефонды көбіне адам өзінің бос уақытын, яғни уақытын тиімді өткізем деген секілді ұғыммен алады. Алайда жаңағыдай киноға басқа қарап, әлеуметтік әрбір адамның SMS-іне, болмаса группада жазылған бітпейтін бір өсекті тірлік әңгімелерді оқимын деп жарты күн қалай өткенін білмей қалады да. Ал біздің телефонда негізі біз оны ақша келетін құрал деп түсінсек, телефонды, оның ішіндегі әлеуметтік желілер әрбір WhatsApp болсын, статусынан қанша адам қарайды, мысалы үшін сонша адам ақша келеді мысалға. Болмаса жаңа Instagram бар, барлығы да негізі біреудің өмірін бақылау үшін емес, бәлки ол өзінің мысалы үшін қандай саламен айналысасың, енді соған жаңағы салаңды жарнамалайтын, бір ақша келетін ісіңді көрсететін амал ғой негізі. Яғни біреуді оқу үшін емес, біреуді оқытқызу үшін. Былайша айтқан кезде, енді мына 10 берекенің 9-ы саудада дейді ғой. Негізі өмір өзі саудадан тұрады ғой. Әрбір адам барлығы да негізі көбіне саудадан, сатудан тұрады. Біз сауда, сату деген секілді ұғымдарды айтсақ, көбіне бір жаман ұғымдарды да адамдар бір алаяқты, болмаса анау мынау тым пысық екен, бүйткен екен, сөйткен екен деген секілді бір көбіне бір минус теңеулер теңеп жатады ғой. Олай емес. Өмір сауда. Біз өзімізді қай кезде де саудалай аламыз. Бір қарапайым сен бір дүңгіршекте бір саудада сатпай-ақ қой, бір жұмыста жүрсің, жұмыста сен тиімді қызметкер болсаң, сен өзіңді тиімді қызметкер ретінде сата білдің, сол үшін саған айлық төлеп жатады да. Сондықтан да негізі сауда деген ұғымды біз әрбір адам дұрыс ұғынып алу керек. Ал осы сауда саласында әсіресе бізге ең мүмкіндік ол телефон. Телефон деген ол жарнама, телефон деген ол yüzеме ғой. Сондықтан да жаңағы телефонның ішіндегі жаңағы әлеуметтік желілер, соны тиімді пайдалануымыз керек біз. Бірақ тиімді пайдалану керек дегеніміз таңнан кешке дейін
кіру деген сөз емес, әйтпесе біз деген жаңағы аспандағы айымызды, күнімізді көре алмайтын жағдайға жеттік. Яғни адам баласын барлығы шұқшиып, жаңағыдай қолында бір жапырақ қағаз, бір жапырақ жаңағы құралға қарайды да, айналасындағы әлемді танымай қалып жатады. Сонымен өмірден өтіп жатқан азаматтар көп. Өзім шамалас жастар, мысалға, телефонға қараймын деп авария болады, телефонға қараймын деп басқа болады. Тіпті өзіңіз білесіз, талай шұңқырларға да түсіп кетіп жатқан адамдар бар, сондықтан да тіпті телефонның да өзінің әдебі бар. Біз әрбір нәрсенің әдебі бар ғой, үйге кірудің, тіпті ұйқының, тамақтың, мешіттің деген секілді телефонның да өз әдебі бар. Мысалға, қарапайым жаңағы телефонның WhatsApp бар, WhatsApp ашасың, жаңағы интернеттің қосылуы тұрса болды, жоғарынан қайта SMS-тер келе береді, спам болып ше. Олардың барлығына WhatsApp-тың настройкасына кіру керек те, айырып қою керек та. Мысалы үшін SMS-ті қайта сені алаңдататын нәрселердің барлығын Telegram-нан болсын, YouTube-тан болсын, болмаса жаңағы WhatsApp-тың болсын, настройкасынан барлығын айырып қою керек. Яғни сен телефонның белгілі бір уақытта ғана қарасаң, сол кезде ғана сен телефонның қожайыны болып бастайсың. Әйтпесе бізге барлығы біздің өмірімізге өзіміз емес, бізге телефон қожайын болып жүр. Ал телефон қожайын деп тұрғанымыз кімдер? Телефонда сен кіммен сөйлесіп отырсың, соның барлығы саған қожайын, яғни сенің уақытыңды ұрлап кетіп жатыр. Сондықтан да қарапайым телефонды басқарудың ең тиімді, ең оңай варианты, жаңа айтқандай, осы WhatsApp болсын, қандай әлеуметтік желілер бар, барлығын әрбірінің жеке-жеке настройкасына кіріп, уведомление дейді ғой, вибрация бар, звук бар, барлығын айырып тасташы. Содан кейін біз тынышталып бастаймыз. Әйтпесе біздің жаңағы барлық уақытымызды ұрлайтын қарапайым әрбір спамдар ғой негізі. Тағы менің бір ойымша, адам егер тиімді заттармен шұғылданып жүрсе, ол өзінің күн жоспарлы дұрыс ұйымдастырып, мысалы, 1-2 сағат кітап оқып, 1 сағат спортпен шұғылданып, тағы 1-2 сағат тағы бір тіл үйренумен, немесе тағы бір жұмыстан сол бүкіл пайдалы істерге жоспарлайтын болса, ол істі. Сонда оның көп бос уақыт қалмайды, былай айтқанда. Бос уақыт қалмағаннан кейін оның әрине оның уже былай айтқанда жаман істерге айланысуға мүмкіншілігі де болмайды. Өйткені ол күні бойы тек қана пайдалы іспен әрекет жасады, ол былай айтқанда бүкіл энергиясының бәрі соған кетті, пайдалы іске. Содан кейін ол адамда бос уақытпен ана телефон қарауға, мүмкін жаманшылық жасауға, олда өсек айтуға уақыт жоқ. Өйткені ол негізгі ана күнде жоспарын бітіру керек. Тағы бір мәселе, мына менде енді кітап оқимыз, басқа қыламыз, көптеген ғалымдар болсын, басқа болсын, осы әрбір іс-әрекетті жазып жүру керек дейді. Мысалы, бүгін мен айтайын, мысалы, осындай пәлен бет кітап оқимын, болмаса пәлен тілді үйренем, болмаса жаңағыдай осындай бір жақсылық жасаймын деп адам солай жазып жүрсе, ол іске асыру жеңілдеу болады дейді. Қалай, осы жөнінде қалай ойлайсыз? Жаңа сіз сөздің басында айтып кеттіңіз ғой, мына спортпен, болмаса жаңағы тілмен, басқа әрбір нәрсемен адам шұғылданатын болса, жаңағыда телефонға да, жаманшылыққа да адамның уақыты бара бермейді, мүмкіндігі бола бермейді деп. Мына спорт залдарға барып жүрген, болмаса тіл курсына қатысып жүрген талай замандастарымыз білеміз, курсқа қатысып отырады, телефонына SMS келіп қалады, болмаса басқа болып қалады, қайта үңіле береді, айналысып жатқан ісінен берекет таппайды. Болмаса жүгіріп жүреді, бірақ жүргеннің өзінде де жаңағыдай телефонда үңіліп, жаңағыдай зейіні жаңағы телефонда болады. Тіпті жаңағы балыққа шығайық, қайықпен балыққа шығайық, болмаса жаңағыдай пикникке барайық деп бірге жолдастарымызбен шығып жатамыз. Мысалға, оның уақыты пикникте де сол телефондан жауап берумен кетеді да. Сол үшін де мен жаңа сізге айтқым келгені, ең бірінші телефонның басқарудың түрі оны айыра білу. Әрбір функциясындағы әрбір вибрациясы мен дауысын, звугын айыра білу, ол осыдан басталады екен. Енді екінші жаңағы әрбір күнімізді жазып, сол күнімізден жаңағы тиімді өткізіп пайдалу, әрине адам баласы жаңа жатарда, әсіресе кешке жаңағы ұйықтағаннан кейін ұйықтайтын уақытында ертеңгі күні не істеймін? Жаңа маңызды бес ісіңді, мысалы енді әркім өзінің қабілетіне байланысты жазады ғой, яғни мүмкіндігіне, потенциалына байланысты. Мысалға, орташа есеппен айтқан кезде менің ертең жасайтын 5 маңызды шұғыл ісім және 5 жалпы қосымша ісім. Яғни осыдан қалып жатса деп әр күн жаза білсе, және де осы бүкіл жаңағы кім бар? Сайт Мұрат Давлатов деген қазір бір бизнес тренер бар, жаңағы жақсы бір әңгіме айтып жүр, негізі сол айтады. Мен әрбір күнім тіпті секундына дейін жаңағыдай есептеп жазамын дейді. Сол кезде мен
күнделікті пайдамды алып отырмын дейді да. Сол сияқты біз әрбір минутымыздың міне жұмысқа мынандай уақытта шығам, мынандай уақытта жетем. Одан кейін мына істен кейін мына іске көшем. Почта қарайтын уақыты мына уақыт, болмаса жаңағы достарыма, болмаса туғандарыма звондайтын, телефон соғатын уақытым осы уақыт деген секілді жаңағыдай жоспарлап жазатын болса, ол әрбір күні ол екінші күннің, үшінші күннің айнасы болып есептеле береді ғой. Жаңа іргетасы қалана береді ғой. Яғни алға қойған ұзақ мерзімді жоспарына жетуге бұл әрбір күні алға қадам болып басыла береді да. Сондықтан да жаңа бір күніміздің өзіне әрбір минутын, сағатын жоспарлап жазуымыз керекпіз. Бірақ мына уақытты жоспарлап жазу тек қана мұғалімдерге, мемлекеттік қызметкерлерге, кәсіпкерлерге деген секілді сондай бір салалы адамдарға арналды деп қатып қалмау керек. Әйтпесе мен кейбір достар, жолдастарды білем, тайм-менеджмент десе, мен жаңа автобуста деймін ғой, болмаса мен құрылысшымын ғой, мынау менің кітабым емес, оны тек галстук таққандар, сумка ұстағандар деген сияқты ұғымға барып жатады. Олай емес. Негізі оның әрбір адам, әрбір саладағы кез келген адам оны істеу керек. Жасы болсын, кәрісі болсын. Негізі осы күнделік жазып, тіпті жазбағанның өзінде де қарапайым, мысалы үйде отыратын үй шаруашылығындағы ана, әйел адам өзінің холодильнигіне стикермен жазып қойса, міне соның өзі өзінің бүгін күннің босқа өтпеуіне себепші болады негізі. Бейімбет мырза, мына біз жоғарыда айттық қой, дінмен байланыстырамыз. Пайғамбар саллаллаху алейхи уассаламның өзінің өмірінде осы уақыт өткізудегі бір мысалдар бар ма? Пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам жалпы оның енді ең үлкен миссиясы Аллах тағаланың жаңа уахи етіп, оған пайғамбарлық жіберіп, жаңа пайғамбарлықты беріп, осы дінді насихаттау болды ғой. Пайғамбар саллаллаху алейхи уассаламның жаңағы бір хадистерінде келеді. Бүгін оқыдым, қателеспесем Ибн Аббастан болу керек. Мына 7 күннің өзін жоспарлауға қатысты бар екен. Мысалға, олар жексенбі күні, құрылыс күні бастайтын күн, мысалға сенбі күні балға аулайтын күн, сәрсенбі күні жаңаға жолға шығатын күн деген секілді, мысалға әрбір күніне де мысал үшін хадиспен келген. Яғни соған амал етуге тырысқан екен. Сонымен қатар біз енді мына әрбір құлшылығымыз, намазымыз, болмаса жаңағыда оразамыз, барлығы да біздің уақытымызды тиімді өткізуге жоспарланған істер ғой. Мысалға таң сәресі деп жатамыз, сәресі, болмаса кешкі ас деп жатамыз. Сәресінің өзін мысалы таң намазы уақытында ішу, мысалға кешкі аста ақшам уақытында ішу деген секілді. Мысалға ауызашар мен ауызжабар уақыттарды тек қана осы ораза айында ғана таң уақытында ішіп, және де кешкі ақшам уақытында жаңағыда ашып деген сияқты емес. Бұны ары қарай да қалған күндерінде де осы уақыттарды негізі біз көне байланыстырып ұйымдастырсақ, мысалы сонымен қатар пайғамбарымыздың жаңағы бесіннен кейін сәл уақыт ұйықтап алуы, мысалы үшін тынығып алуы, сонымен қатар жаңағы барлық таң намазынан кейін ұйықтамай, жаңа күн шыққанша жаңағыдай құлшылықпен, Құран оқумен, зікірмен айналысуы, осы уақыттан уақытты қоюдың өзінің барлығы да ол осы пайғамбарымыздың өз өмірінде уақытына қатты мән бергендігін көреміз. Жалпы айтады ғой, уақыт деген қылыш секілді, егер сен оны пайдаланбасаң, ол сені кеседі дейді. Сондықтан да біз оны уақытты кәдімгідей өте құрал деп білуіміз керекпіз. Егер уақытымыздан жаңағыдай уақытымызға ие болмайтын болсақ, бұл өмірдің де сәні болмай қалады. Сонымен қатар пайғамбарымыздың жаңағы хадисі бар, адам баласы дүниеден озған кезде, Алланың алдына барған кезде 4 істен сұралады дейді. Соның бірі жастық шағын қалай өткізгендігі, өмірін қалай өткізгендігі, оған нәсіп етілген ризықты қалай пайдаланған деген секілді хадис бар. Соның ішінде келетін жастық шақтың өзін қалай өткізгендігі туралы Аллахтың алдында ертең біздің сұрақ болады екен. Сондықтан да, яғни жастық шақ қандай уақыт? Жастық шақ ізденетін, жастық шақта күш қуат бар. Сондай жастық шақта жаңағыдай барлық нәрсені тез орындауға, яғни денсаулықтың, жанарымыздың көруі, яғни қол аяғымыздың қуатты болуы, яғни көп нәрсе істеуге бізге мүмкіндік берілген сәт осы жастық шақ қой. Сондықтан да жаңағы жастық шақ үшін де адам баласы Алланың алдында сұралады деп пайғамбарымыздың хадисінде келеді. Сондықтан да біздің жастық шағымызды босқа өткізбеуіміз керекпіз. Енді босқа өткізбеу дегеннің тайм-менеджменттің кейбір кітаптарында көбіне келеді. Кейбір жерлерінде егер адам кең ойламаса, көбіне эгоист ретінде өзіне қатысты байланыстырып алу мүмкін барлығын. Тек мен өзім бүйтем, мен өзім сөйтем деген секілді. Енді біз
жаңағы қазақ халқы біз өзін ойлаған егес халыққа жатпаймыз. Біз қашанда ағайынды, елді, көршіні, туманы, жетім жесірді, жалпы бір отанға бір пайдам тисін деген секілді кең ойлайтын көпшіл болған халықпыз ғой. Сондықтан да біздің тайм менеджментіміз өзімізге емес, бәлки отбасымызға, ортамызға есептеліп құралса жақсы болады. Себебі біз тек қана өзіміз деп жүріп, кейде айналамыздағы өзге адамды, тіпті қасымыздағы жұбайымызды, жарымызды да көре алмай қалу мүмкінбіз да. Сондықтан да біздің тайм менеджментіміз, уақытымыздың басқарылуы барлығы да ол жаңағы отбасымен, ортамен санасылу керек деп есептеймін. Енді әрбір адам өзінің ахуалын, жағдайын жақсы біледі ғой. Сондықтан да Аллах тағала адамға түсінік берген ең үлкен құндылық адамдағы түсінік қой. Сондықтан да осы түсінігімен, пайымымен өзінің уақытын жаңағы пайдаланса жөн болады деп есептеймін. Дұрыс айтасыз. Жаңа жоғарыда айтқандай, былай қарап отырсақ, исламның құлшылық, намаз болсын, ораза болсын, қажылық болсын, кез келген іс-әрекеттері бір міндетті түрде бір уақытпен тығыз және қатаң байланысты да. Егер мысалы осындай уақытта намаз оқуың керек. Бұл айтқанда күн шықпай намаз оқуың керек. Егер күн шығып кететін болсаң, таң намаз болмайды деген сияқты. Сол сияқты күн ауғаннан кейін 5 намазын оқуың керек деген сияқты. Былай қарап отырсаңыз, намаздың өзі 5 уақыт намаз адамның бір адамды тәрбиелеуге өте қатты әсер етеді. Шында ол адам енді әрине ол күн шықпай тұрып дәретін алып намаз оқығаннан кейін оның ұйқысы ашылады, оның ары қарай тіршілікке деген құлшынысы ашылады. Басқа оразада кез келген нені қарап отырсақ, шында тікелей осы уақытпен байланысты екенін көреміз. Кейін жаңа өзіңіз айтып кеткендей, пайғамбар саллаллаху алейхи уассаламның мына хадистерінде де жастық шақтан сұралуы, денсаулықтан сұралуы, бұл да жаңағыдай адамның былай айтқанда уақытымен байланысты нәрселер ғой. Мен ойлаймын, мына қазақта да сөз бар ғой, мына ерте тұрған әйелдің бірісі артық, ерте тұрған ердің бірісі ырысы артық дегендей. Ол бұның бәрін айтып атып, егер адам өзі мына жалқаулығымен күреспей, таңертең ерте тұрмайтын болса, оның бәрі бос әңгіме секілді болып қалатын сияқты. Өйткені егер сіз 9-да, 10-да жаңағыдай көп ұйықтайтын болсаңыз, бұл айтқанда, ол негізі ары қарай күніңіз берекелі өтуі шамалы секілді. Өйткені шынында мына қазақта да айтады ғой, мына таң сәріде береке бар деп. Таңертең ерте тұрып, іс-әрекетін жасап, тіршілігін жасап, басқа да жоспарлаған жұмыстарын жүзеге асыратын болса, шынында сол күні сәтті өтеді. Жаңа біз әңгімемізде айтып кеттік, біз осы шақпен өмір сүруіміз керек. Осы шақ деген не сөз? Бұл ертең былай істеймін, болмаса келесі жыл осылай емес. Осы уақытпен бастап, мына бүгін мысалы қарап өзіңізге, болды мен осы бүгіннен бастап осылай жасаймын, ертең таңертең ерте отырасыз деген сияқты мәселе. Кейде бұның механизмінде айту керек сияқты. Кейде мысалы адам өзі жалқау болып жүреді ғой, енді бұл айтқанда 10-да тұратын әдеті күнде, не болмаса ол 9-да тұрады. Ол бірден 8-7-де тұрып кетуі мүмкін әрине, бірақ ол бір аптада, 2 аптадан аспай қалуы мүмкін. Сондықтан мен ойлаймын, ол мысалы адам егер ұйқышыл адамдар болатын болса, солай, ол 10-да тұрып жүрген болса, келесі күн 9:40-да тұру керек, 9:30-да тұру керек, 9:30-да сөйтіп өзін бірте тәрбиелейтін болса, сол өзіне қанша керек ол? 7 сағат, 8 сағат ұйықтауында жетеді дейді ғой адам ғой енді. Сол 8-де, 7-де тұруға дейін сондай өзін тәрбиелеп, бірте келетін болса, сонда оның несі баянды болуы мүмкін, жаңағыдай іс-әрекеті ұзағынан болуы мүмкін. Немесе кейбір адамдар бірден жаңағыдай өзінің шамасы жетпейтін нәрсеге бастап кетеді да, сол көпке ұзаққа бармай қалуы мүмкін. Сондықтан осындай. Кейін бос уақыт дегенді пайдалану деген не нәрсе? Ол менің ойымша адам мына инвестиция саламыз ғой, біз түрлі қаржы табамыз, басқа. Ол адам өзіне ең ұтылмайтын, мысалы қазір ойлайсың, бизнесмен болсаң, мына салаға ақша құйсам пайдасы бола ма, жоқ ұтылып қала ма, әлде бағасы түсіп кете ме екен, қалай болады екен деген уайым болуы мүмкін да адамда. Бірақ ең ұтылмайтын бір инвестицияның бірі, осы адам өзіне қаржы жұмсайтын болса, өзіне өзі қаржы жұмсап, ол тіпті қымбат болсын, жаңағыдай 10 мың теңге, 100 мың теңгеге оқуына, яғни оның жұмсаған қаржы соны өзіне дамытатын болса, ол еш уақытта жаңағыдай зая кетпеген инвестиция болып есептеледі деп ойлаймын өзім. Өйткені адам сіз өзіңізді дамытатын болсаңыз,
ол сіз үнемі мына нарықта сұранысқа ие маман боласыз былай айтқанда. Сіз бүкіл мал мүлкіңізден айырылып қалсаңыз да, өзіңіз тірі болсаңыз, сіз жұмысқа сұранысқа ие адам боласыз. Өйткені сіз тапшы мамансыз, таптырмайтын мамансыз былай айтқанда. Сондықтан адам қай кезде де мүмкіншілік болса, өз-өзіне инвестиция салатын болса, адам өте сұранысқа ие маман болады деп есептеймін. Сондықтан осы саласында қарастыру керек деп ойлаймын. Осылай тиімді пайдаланатын болса, адам өте жаңағыдай дұрыс болады. Енді бізге берілген уақытта енді мәресіне жетіп қалды. Сондықтан құрметті көрермен, әрбір уақыттың қадірін білуіміз керек. Әрбір іс-әрекеттің жасағанда қаншалықты пайдалы болып, пайдасы сонда ойланып бағу керек. Мына қазіргі жағдайда карантин уақытында, үйде отырған уақытта сол мына уақытымызды дұрыс пайдаланатын болсақ, ол келешекте сіздің дұрыс былай айтқанда табыс тауыңызға бәрі соған тікелей байланысты деп ойлаймын. Әрбір уақыттың қадірін білейік. Бейімбет мырза, студиямызға келіп уақытыңызбен бөліскеніңізге үлкен рахмет айтамыз. Мына жұмыстарыңызға табыс тілейміз. Ардақты ағайын, бізге берілген уақыт осымен мәресіне жетті. Шынайы өмірімізде ғибратты істеріміз көп болсын.